Итак, стартует первый раунд этого поединка. Занимает сразу же центр ринга Нурдос. Неплохо. Сложен, кстати. Шарма. Маниш. Физически крепкий, развитый спортсмен из Индии. Разменялись пока что джебами. Прощупывают друг друга. Проверяет защитные действия. И Толибай, и Шарма. Отличная комбинация. Заканчивает ударом по корпусу. Левым хуком. Пытается, вот, я так понимаю, раскрыть защиту своего оппонента. Нурдос. С хуком угрожал Маниш. Ну, атак пока что мало от индийского файтера, только лишь от защиты работает. Вот поднял руки высоко, держит высокий блок. Отлично, здесь справа. Неплохо атаковал. Еще один успешный джеб от Толибая. Здесь застаивается на самом деле очень много. Маниш очень много выжидает, скажем так. Сам не атакует. Вот все в блок принимает. Все удары в блок. Изредка только лишь одиночными ударами атакует здесь. Отрабатывает передней рукой, джебом. Ну, вот неплохо. Но завалился после левого удара по корпусу. Провалил здесь своего оппонента. Толибай. Отлично здесь. Правым кроссом закончил комбинацию по корпусу. 20 секунд до окончания первого раунда тем временем остается. Здесь уже, конечно же, соперники, спортсмены уровнем повыше, поэтому и количество раундов больше. Ну и этот поединок, напомню, что у нас закрывает серию мейнкарда, точнее прилимов. И затем у нас мейнкард стартует с 9-го поединка. И завершается первый раунд. Алғашқы раунд осымен тамам. Сәл басымдылық қазақстандық боксшының қолында болды деп топшылауға болады. Бірақ бұл небәрі алғашқы раунд. Әрі қарай қыза түсуі керек. Төрешілердің рұқсатын күтеміз. Екінші раунд. Бұл 6 раундқа жоспарланған жекпе-жек. Екеуінің де енді бұндай форматта тәжірибесі жеткілікті. Джеб арқылы бастап отыр, және раундтың басы өте белсенді. Шарма үшін, енді боксшысы қазір. Бірден белсенді бастап отыр. Бұл жартылай орта салмақ. 66,6. Джеб арқылы әзірше Толибай аяқтың ұшында да әлде қайда ширақ қимылдайды. Тамаша. Джеб арқылы тәп-тәуір қашықтықты сақтап отыр. Ал үнді боксшысы Маниш Шарма үшін әрине орта қашықтық қажет. Бұған дейінгі жекпе-жектеріне көз жүгіртіп қарайтын болсақ, көбінесе нәтижелі шабуылдары бұл боксшының дәл осы орта қашықтықтан болған. Біздің қазақ боксына үйреншікті мәнерде жұдырықта салмайды бұл бокс.
Яғни джебті қолданып қашықтықта жүру. Шарма үшін өте қиын. Шарма аяқтан ұқтырып, жұдырықтасады. Не қазір? Блоктың ар жағына тығылып алған, бірақ бұдан не өзіне, не Төлебайға да нәтиже жоқ. Қорғаныс жақсы, бірақ қорғанып жүріп ақ жекпе-жектерде жеңіске жетпейді. Бәлкім алғашқы раундтағы бірнеше соққыдан кейін осындай шешім қабылдаған болу керек. Бұл раундты тәп-тәуір бастаған Шарма қазір үйреншікті мәнеріне басты. Болмағанда жеңіске жете алмасам, шамам жетпесе, шеберлігім жетпесе, тым болмағанда мерзімнен бұрын ұтылып қалмайын, раунд жекпе-жектен, рингтен өз аяғыммен аттап шығайын деп шешім қабылдағанда шығар қазір, қорғанысқа кеткеніне қарағанда. Не, тек қана бір соққыны көздеп жүр, яғни шеберлік жетпегеннен кейін, айласын асыра алмағаннан кейін тек қана бір ауыр соққы жасау болуы мүмкін, бірақ әзірше Төлебайдың шаңына да ілесе алмай жүр. Төлебай әлдеқайда жылдам, кеңістік жақсы қадағалайды, және ең басты проблема бұл жерде джеб шығар, иә. Үнді боксшы үшін Төлебай бір ғана джебтің арқасында біраз шаруа тындырды бұл раундта. Раунд аяқталды. Сәл басымдықты бұл раундта да қазақстандық боксшыға беруге болады. Алда 4 раунд қалды. Бұл бізде 6 раундқа жоспарланған жекпе-жек екенін естеріңізге сала отырайық. Ждем стартового гонга для начала вот уже 3-го раунда. Очень мало таких вот интригующих моментов в этом поединке. Ну и понятно, оба спортсмены опытные, достаточно опытные. Шарма не хочет проигрывать и выходить на серию из 3 поражений к ряду. Поэтому, как понимаю, эта манера проведения поединка этим и оправдывается. А вот Нурдос просто-напросто не может пробить защиту сейчас. Вот в таком блоке, высоком достаточно. Держит высоко руки у головы. И не пробить. Төлебай своего оппонента. Но корпус-то открыт. Можно по корпусу отработать по этажам. Вот как и сейчас. Неплохо. Вкладывается, отвечает. Маниш. Первая минута позади. Отлично. Атака от Маниша. Сразу же ответил Нурдос. Это на самом деле больше такой вот защиты себе больше урона наносит сам Шарма. Обратите внимание, здесь уже есть гематома на левом глазу. Сменил свою тактику. Чуть хотел поработать в другой стойке. Точнее, в другой защите. О, в разрезе слева. И, кажется, подряд этим ударом. Нурдос. Дальше необходимо развивать этот успех. Еще раз отрабатывает передней рукой. Отвечает также Маниш Шарма. Снова по корпусу.
Не достает здесь правым кроссом своего оппонента, но левый хук был точно в голову. Последние секунды третьего раунда. Может удар пропускать на самом деле Маниш. Есть слева и справа. Эта тактика, конечно же, ему сейчас не приносит успеха. Пока 3 раунда к ряду, я думаю, что в этом поединке Нурдос ведет. Артта қалған 3 раунд 3-0 деп қорытындылауға болатын шығар. Нурдос Төлебай басымдылыққа ие. Жекпе-жектің қақ ортасына да келіп қалдық. Алда енді 3 раунд. Маниш Шарма тізгінді енді қолға алмаса болмайды. Төртінші раундты тамашалауға дайынбыз. Қорғанысы жақсы. Үнді боксшының. Бұған дейін де аңғардық. Төлебай, Нурдос. Ең алдымен міне осындай жеңіл желпі соққылармен қарсыласының қорғанысын бұзуға мәжбүр. Айналып, алдап өтуге мәжбүр. Ал Шарма өте сирек шабуылдайды. Ең алдымен көздегені осы, қорғаныс. Маниш Шарма. 3 жеңілістің біреуінде ғана техникалық нокаутпен ұтылған. Екінші раундта соңғы жекпе-жегінде Джорджо Исаеваға қарсы жекпе-жекте. Екінші раундта техникалық нокаут тіркелген. Тағы да бас салды Төлебай. Тағы бір қарқынды көтеріп көрмекші бұл тұста. Алдың қол төмен бір қызығы. Нурдосты шабуылдауға мәжбүрлемекші түсінемше. Өзіне қарай жүргенін қалайды ма? Тамаша. Міне, қарсыласының шабуылдарын барлығын көріп тұр. Төлебай. Қорғанып барып, қарымта шабуылға да көшті. Енді бабында екен, шынымен де жақсы бабында келіп отыр. Үнді боксшысы шеберлік жетпей жатса да, міне қара күштің арқасында, физикалық дайындықтың арқасында, қаншама ауыр соққылар қабылдады. Міне. Мына жерде сәл қарқынды көтергенде қалай болар еді. Бірақ әзірше Нурдос тізгін алуды жөн көрген. Үзіліс алуды жөн көрген екен. Тізгінді сәл бос атты. Қарсыласы рингке тақалып тұрғаның өзінде де қатталға атыла қоймайды үнді боксшысы. Бұл жерде кіндіктен төмен соққы кетті. Төлебай осымен бірінші рет емес, бұндай соққы жасап отырғаны. Рефери тек қана ауызша ескертумен шектелді. Бұл жерде тағы да қорғанысқа келіп тиіп жатыр, бірақ бұлардың өзі де қолдан тиіп жатқан соққылар ғой. Тамаша, міне осындай сәттерде қорғанысты бұзу қолдан келіп жатыр. Бірақ өте қиын, шынымен де қол жоғары көтеріп, блоктың ар жағында тығылып алған Маниш Шарманың қорғанысын бұзып өту қиын. 4-ші раунд тамамдадық.
Бұл раундта да әрине қазақстандық боксшының мысы басым болды. Самые лучшие моменты прошедшего раунда. Ох, здесь. Так, джо-пояс как раз таки нам продемонстрировали от Нурдоза Толибая. Стартует 5-й раунд из запланированных 6 раундов. Крепкий Маниш Шарма. До этого, конечно, мы видели с вами выступление его земляков в рамках сегодняшнего вечера бокса. И как раз таки бои с участием нескольких файтеров не продлились больше 2 раундов. То здесь же Маниш довольно-таки обученный, крепкий файтер. Ну, я думаю, что заслуга больше здесь именно тактики, которую он с самого начала поединка придерживается. Очень мало сам атакует. Больше работает от защиты. Ну, такая тактика, конечно, может принести свои плоды, но оно и понятно, что только лишь одно поражение из 3 у него решение, точнее нокаутом, все остальные решением судей. Такую защиту сложно пробить. Принимает удары и здесь канатом ринга поддавливает своего оппонента. Нурдоз. Толибай. Отлично здесь. Левым хуком заканчивает комбинацию. 2 удара по корпусу. Даже больше 2, кажется, здесь нанес. Казахстанский файтер. О, здесь руку скидывает и защиту убирает. И справа. Еще одна попытка. Пробивает, по крайней мере, защиту. Даже сквозь блок, кажется, здесь. Такие значимые удары, акцентированные, проходят у Нурдоза. О, еще один удар по корпусу. Будет ли нокдаун в этом раунде? Напомню, что у Толибая 10 побед. Нокаутом из 14. 70% показатель досрочных побед у Нурдоза. О, отлично. Ну, вот за весь раунд практически ни удара не нанес Маниш. Все 3 минуты вот ходил вот в одном положении. Попытался здесь встретить своего оппонента правым апперкотом. Снова отрабатывает. Вот, казалось бы, вот сейчас может потрясти. Вот-вот уже. 1-2 удара, ну нет. Ни намека на нокдаун на лице Маниша. Завершается 5-й раунд, и ждем мы начала следующего, вот уже заключительного раунда, но шансов мало. У Маниша только лишь нокаут спасет его в этом поединке. А нокаут вряд ли будет от индийского файтера. Потому как за 5 раундов не было ни намека на этот нокаут. Я 5-ші раундта тіпті толықтай қорғанысқа кетті. Үнді боксшысы тым болмағанда соңғы 6-ші раундта тәуекел етіп көреді деп үміттенейік.
Ұпай санымен енді жеңіске жете алмайды. Бұл боксшы бұны өзі де түсінеді, барлығы да түсініп отыр. Маниш Шарма үшін қазір керегі тек қана нокаут. Ал Төлебай алған бетінен қайтпай жүре берсе болды. Сол мәнер ұстану керек. Міне кетті алға қараңыздар. Ортаға ашықтықтан соққы жаудырып көрмекші. Бәлкім бар күшін дәл осы 6-шы раундқа салады мекен. Жай ғана жекпе-жекке шығу үшін емес, жеңіске жету үшін келген бір дәлелдемекші сияқты Шарма 6-шы раундта. Тағы да міне қол жоғары ұстап жақындады. Төлебайды орта қашықтыққа, тіпті жақын қашықтыққа шақырғандай болып көрінді. Нұрдос қабылдағандай болды бұны. Ал көрейік. Бүйірден соққы тағы да тіпті 2 рет қайталап көрді. 2 рет салып көрді. Ал Маниш Шарма қалай жауап қайтарады екен? Тамаша. Міне қорғанысты бұзып өтіп жатыр қазір. Екі қолдың ортасынан да өткен шабуылдарды көрдіңіз. Тамаша. Шарманың жауабын күтеді. Міне қол жоғары ұстап маңдай түйістіріп тұрып алған кезде ақ түсінікті. Қазір ашық ұрысқа кіріседі. Төлебай бұл жерде де есесін жіберген жоқ. Тамаша, Шарманың да нәтижелі бір соққысын көрдік. Міне қорғанысты бұзып өткендей болып көрінді. Әсіресе міне оң қолмен соққы тағы да. Қорғаныстан тиіп жатыр. Бұл енді провокация. Шарма қазір кел бері деп ашық ұрысқа шақырып отыр. Бұл жерде енді эмоцияға берілмеу керек. Төлебай әрине өте салқынған дәрі қарай. Дәл осы жұмысын жалғастырады әрине. Шарма да басқа амал қалмады үстіп. Эмоциясы басын билеп алатын күйге жеткізіп барып. Бір соққымен қағып түсірмесе басқа амал қалмады енді. Соңғы 20 секунд. Төлебай тағы бір қарқынды арттырып көрді. Шарма сәл ашылып еді, жағдай одан да күрт нашарлап кетті. Блоктың ар жағында жүре бергенім дұрыс па деп те ойлаған шығар іштей. Тамаша. Тағы да міне дөп деген соққы. Түсінімші қазір бізге үндістандық филишелді көрсетпекші. Иық арқылы қорғану. Майвезер стилінде. Бірақ бұдан да түк шықпады. Осымен 6-шы раунд тәмам. Соңғы секундтар жекпе-жекте аяқталды. Нұрдос Төлебай осылайша 15-0 деген көрсеткішке ие болады. Міне соңғы секундтарда тіпті қолын төмен сүріп бас салды. Ал Нұрдос Төлебайдың кәсіпқой мансабындағы 15-ші жеңісі және 10 нокаутпен 5 төрешілердің шешіммен жеңіс. Ал Маниш Шарма үшін бұл 10 жекпе-жектің 4-еуінде жеңіліс бар деген сөз. Қазір қатарынан 3 жекпе-жекте жеңіліп келе жатқан боксшы бүгіннен бастап. Төрешілердің шешімін күтпей-ақ қорытындылай беруге болатын шығар. Рингте не болғанын көрдік. Жекпе-жек қалай өрбігенін көрдік. Сондықтан бұл жерде қазақстандық боксшының жеңісіне ешқандай да күмән келтірмейміз. Бокс кешінің құрметті қонақтары Марат Мәзімбаев, Ермахан Ибраимов. Бірі кәсіпқой бокста, бірі әуесқой бокста кезінде атой салған боксшылар.
Төрешілердің ресми шешімі қандай екен? Шамамен 54-60 болу керек шығар бір ауыздан. Батыр Жөкенбаев. Назарларыңызда. Сонымен құрметті хандар мен мырзалар, төрешілер шешімін хабарламас бұрын тағы да қош жауынгерімізге қошемет көрсетейік ағайын. Сонымен 6 раундтың нәтижесі бойынша төрешілердің бір ауыз шешіммен жеңіске жеткен рингтан қазал бұрыша Нұрдос Динамит Төлебай. Нұрдос Төлебай 15-0 бүгінен бастап 10 жекпе-жек мерзімнен бұрын 5 жекпе-жек төрешілердің шешіммен